Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur, çay içsene. Неужели проходим жоқ? Машинені іздері толып отырмын жерде. Арылап тастаған машинаны. Kapsülleri eskirip қалған ма? Біреу кездесі былай қашып кетті. Асешке беріп қалды. Сол маған да біреу кездесі тек, сол асешке беріп қалды. Патрондар асешке беріп қалды деймін. Бір қояннан айырылып қалдық. Өмір ұзақ болады жаңағы. Неге асешке беріп қалайын? Капсулдар ескіріп кетті. Var mı? Bizga кездеспейді. Ha? Qo'yanni zer. Bir kolna. Bir qo'yan кездеспеді. Оның өзіне асеш көріп қалды. Ауырып бастады ғой есікті. Камераң қайда? Камерасы шығарып алсайшы. Кездескен атасың қазір. Давай, онда былай қарай басқа. Ал кеттік ал. Тықырдан да жаман қашатындар ғой. Бұрын тықырдан шығатын еді, қазір что-то кездеспеді. Мәке, соғана алдында айтып жүрген қояныңды алдың ба? Ол басқа ма? Кекілік атып атқан шығар онда. Ау!
Bilmeyim. Au. Au. Koş ey. Екі қоyan ба сұрады? Ha, екіншісі ма? Кішілеу екен, а? Биыл күз нелік оғы? Ұсақ, мына әлі негізі. Салмақ жинады. Аяғыңа шашылып қатып қой, сирақтар. Su var mı sende? Bir şey su şık. Anlar ketin деген su olmay кетіп қалыпты ғой. Жұмыртқа соқсам, жаңа 20 минутта келем деген адам ғой. Сен қай жерден бұрылып кеттің деді. Бейбіт екеуміз жаман контентте түсіріп қалдық. Бұны мен негізі дәрет алып шықтым, бейбітті алып шыққан ау деймін. Өткестіріп жіберейін. Шарай қордың ба? Қордың шар. Үйде қайынтілігі қойыңдар алма. Ha? Мына биылғы нелер ғой да екеуі де. Қара жер. Екеуі ана пакетте тағы біреу берсек та. Бонустарды ма? Мұна бірақ жаңа мына жерге келіп қарыш семіз сөстік қой. Содан кейін Жатырмыз онда. Жатырмыз онда. Самокрутчу атасың ба, неме? Жоқ, завод. Осы бүк түшті. Кекілік атып жатыр. Міне кетір бізге кетір. Кекілік па? Ha, жоқ, айналып кетті. Соған ебі. Бір пакет алттың ма? Бар ғой пакет бар. Anteni кетті. Антенна ма? Екіншісіне антенна еді ғой. Екінші атқанға антенна еді ғой деймін да. Жоқ, екеуі атқанға бірдеңе дейтін бар еді. Ондай жоқ қой. Екі антенна. Екі антенна. Коллиматор макинеге кетті. Шыға салып апты ол жерде. Сендер асқаттар біреуін қуып өт. Қайға дейін барды ғой. Өтір жіберіп. Өтір жіберіп тұр ма? Мұна дейтін жаңағы Қайроспен келіп айқайлап сөйлесіп тұр. Жатыр ғой сонда. Өтір жіберейін деп. Бана менде жаңа сешке беріп қалған жақындамағанымда бар ғой, жата берейін деп тұр өзім. Дәл алдымнан кәдімгі қашып бара тұр ғой. Асешке беріп қалды өзі. Мен алыстан көрінді. Жолдың мына жағаныкі сонда, ар жағаныкі алыстан қашады. Ар жағы қашаған пақоды. Қашаған ар. Может, это атып тастаған шығар. Жаңа біреу кезде су саған қарай кетіп менде болса. Мынандай жыңғылдай айналған кезде жоқ қой, талмай қалдық. Жалпы қоян бар жігіттер, жоқ емес. Жаңа жомарт 20 минутта. Мобилогов баланы шарт етқан жоқсың ба? Базға таңдап берген болғанда. Ол дейтін жаман контент жүріп жатыр. Қайрос личкеге жазып тұр, ана бейбіттен жаңа исходниктерді алып кетті. Сондай бір Жаңа соқтым мен. Жаңа 20 минут деп отырған адам ғой. Қайсы толбадан бұрылып кеттіңдер дейді. Адам шықыр ол, көрінбеді. Рустам, камераң шығарып алшы. Тағы алшы.
Может кездескандарын түсе берсін десең. Кездескен жоқ, да. Отырамын қазір. Қой. Сайын тоқтап қой. Оны тоқтаудың қажеті жоқ сен. Тек қосып қойып, тек өшіре қоясың басып. Баяғы отыр екен ғой адам деген. Қойшы. Алды ма? Білмеймін алған амалын. Қоянды жібердім мен. Үкіні қарап еді. Біздің ары қарай ұшты да байын алып келді. Мен де байын алып едім. Отырып ұшып кетті. Асхаттар қайда қалды? Бля, білеткен. Олар мына жаққа қарай кетті өзі. Қолымнан көтерілді ғой. Еба, ұшып кетті. Қарайым, бірақ бір орында бүйтіп тұр. Ай, екінші. Суф. Бар үйдің асы. Сақ. Ана алдында машина жасаттым. Жаңа Костоправ бар ғой, Рауф дейтін. Бірінші мекрайында қатарда. Тишканчиктердің іздері ғой деймін бе? Неше уақытқа жетеді бір видео съемка? Мынау ауа райына да байланысты да, күн салқын қатты жел тұрады ғой алдынан. Сол кезде не қылып қалады, тез отырады. Бұлай 1 сағатқа жетеді жалпы. Если ауа райы жылы болып тұратын болса. Андай пауэрбанк алып, қапталдан зарядкеге қосып қойған жақсы да. Ұзақ жүре береді. Дрон бар ма еді? Дрон жоқ, дрон үйлікті қарағанға жақсы екен, дрон бар ғой. Деп қарағанға. Мына жерден секіріп жүріпті қоямын. Соша қуаныштар емес бүгін. Бәкеңе кетті ғой деп, қоямыз ба? Қоямыз ғой да. Бұлай әрі кеткен бе? Свежий сияқты да? Иә, бәрін жүргейме ол. Бір жерде жатып. Ма, қояннан қарағанда шама шынайы. Білмеймін. Мына жерде кәдімгі свежий іздер мына бар ғой. Қуанда ән жерден шығып шамалы жүрдім, алдынан шықты атып алдым дейді ғой. Жа лагердің қасынан да тамақ істеп атқанда. Аттарым кәдімгі алдыңғы аптада барып келді олар деген біраз жүріп. Соған қатты ауырып қойған кәдімгі аяқтарым дейді. Жүргізбей келатыр дейді. Кім жүргізші екен ма? Көрінбей ма бар? Көрінбейді жүргендерді. Қап кемесі бар ес. Жаңа екінші шапканы су оқ қалды ауыстырып тастадым, қазір біреуін қалтама салып алдым, салқын болды. Ох! О! Маз. Жаңа соның ізі болып тұр ғой, ә? Осы біздің пулемет. Әне. Пышақ бар ғой да, бауыз ұпсайдың. Почти 2 метр жерден жүгіріп тұрмай. Сиіп жүріпті оны. Оны сиіп жүрді. ішін алып тастайсың ба? Білмеймін, алып қалай алатын. Просто қарын жарып ішіндегілерін алып тастайсың заттарын. Пакет бар ма сізде? Бар, пакет бар. Жоқ, алады ғой.
ішін алып тастаған жақсы, негізі жарылып кеткен жоқ қой да? Жоқ, Мұнды сала еді. Мен просто қоянды жемеймін да өзім. Неге? Білмейсің, далада болмаса үйге былай алып барып жемеймін оны. Алып кететін болсаңыз, өзіңізге ол жағы болды. Қазір ана жаққа апарамыз ғой. Бет қалған болып тұр ғой. Ізін айтып отыр едім. Мен тек өзім арасына жегім келеді, сағынам. Сол кезде ғой, сондай кезде сол бір не қылмасаң. Бұлай оны азық болып жаңағыдай қас сияқты. Мен ана жақта Кайреке көп ататын едім, отечке беріп, Қарап көреміз ізбені барып, мында жерменде жүрген екенбіз. Қазір өзінің жері міне құм, шөп, кустарник. Олардың не кеді дәлді. Бұрынғы нелер шығар жаңа, скважина. Мында жерден шығып кетіп отыр ғой қояндардан. Машинамен жүрген екен ол жерден. Жаңа кімнің ізі емес па? Асхаттың? Үлкен машин ба? Бұлай жағалап қараймыз ойын. Машин жүреді ме жақта да? Кетіп бартқан машин емес па? Бүгін Ақтауда былай да әдемі да? Жоқ, мысалға қасқырды да атсаң, несін пайдалансаң мысалға да, жаңа несін, терісін жасатып, жаңа чучело дейма не ал деді. Сондай жасатып не қылсаң жақсы да, дәм болсын атып тастап кетеді деген түсінбеймін, оның кайфым бар ғой. Андай нем жоқ, малым жоқ, оны ана қастанда қылса. Енді кешеге айтып отқан мені киікті де айтып отыр ғой, қасқырды көбейтіп тастады. Азайтып тастады, Азайтып тастады. Енді бұл ана 84 жылға дейін шыққандар, вот соларды мақтайды да, сол неге дейін шыққандардың стволдары жақсы, жаңа вороненелері жақсы дейді да тоже. Мен аны өзім істеп. Мынаны қайтып жасап шықтың ба? Көріп педіңіз, дат-дат болып қалғанын. Жоқ. Мынандай болып шықты. Жылтырап тұр ғой. Ондай қатты не емес. Старыйны алып, барынша алдым. Екінші вариантын ана кислотамен алынады ғой өзінің. Да. Болады ондай. Анандай жылтырап тастау керек дейді ғой, мынандай аппақ қапты. Шықпады, мен 2 слой жасадым. Да. 3 слой жасайын деп едім. Өзі сондай болады дейді. Анандай воронение бар екен да? Ржавшина деген бар ғой. Вот сол мыналарын білдіртпейді дейді, жаңа ала болып тұрғандай жерлері, соларды білдіртпейді дейді. Насыз істепедіңіз? Жоқ, істеген жоқ, өзінің көңі. Мына неден, теңіздің несіне ғой. Жаңа охотадан келесін. Теңізге шығатын кезде бар ғой. Май жағып тастап шығу керек па, білмеймін соны. Жаңа ғана влажность бар, не бар. Әкеліп сразу шиқолға салып салмай тұрып қой өздері сол. Жаңағы сол ізбен жүріп не қылғандар ғой. Мынау жаңа із сияқты ғой кәдімгі да.
жаңағы несі мына тағы біреу мына жақтан жүрген ғой. Мына ненікі ғой, құстікі ғой. Жоқ, мына қоян ғой. Мына қоян, мына құс. Мына құстың ізі. Мына ескі өйден жүріп құм жауып тұрып тұрсын. Осы шөптердің арасынан арып шөп. Міне. Жаңа ненің қасында, біздің кемптің қасында, бля, таба алмай қалды ма? Қаны тұр? Қашып кетті ма? Бір жерге барып жатып қалды ғой. Мына жас қояндар әлі ондай нені көрмеген. Мына тағызы жатыр ма? Бұлай қарай жүрген. Әлі мылтықтың несін көрмеген, бұлар көп қаша бермейді. Бараттар жата алады. Мана бәк кімнің Русланның алдынан мынандай қоян. Мен бірінші рет көрдім Маңғыстауда анандай қоян. Ана нелер болады, кәдімгі аталық қояндар бар ғой. 3 кило, 3,5 кило шығады кәдімгі. Ненде кәдімгі? Маңғыстауда ма? Осы қияқтың ішінде деген. Ондай қоян көрмеппін мен бұрын Маңғыстауда. Көп кездеседі. Қазір бұрын деген ана қоян көп болды ғой. Сол көздерде көп қарайтын еді. Мына жаққа қарап қалып, сол жаққа қарай барып келеміз. Аяқтарға ма? Не тұр? Қарсақтардың үні ма? Қояндар біреудің ініне кірмейді өзің. Шөптің астында жатады көбінесе. Мен мына қияқтыға былай охота қылып бірінші рет баратырмын. Да? Менікі не, Бостанғұм мен. Бостанғұмға былтыр ма, алдыңғы жылы ма барғанбыз біздер. Алдыңғы жылы ойден, по-моему, былтыр барған жоқпыз. Жағалап шық сол жақтарды. Кекілкін дауыс шығып отқан жоқ па? Қақылдап отқан сияқты көпті өзі. Бүгін видео түсті ма? Бағана атқандарым бар, біреу аталмай қалғаным бар, одан кейін атқаным бар. Бір не, жаңа сен атқаның бар. Мына ізін деп қарамайын деп? Ан жақтан атты ғой біреу кездесті ойден. Бана осылай келатырмын. Дәл андай жерден қашты ғой. Тарс екеуі де осечке беріп қалды. Тайды бұлай қарай. Екінші атқанын қоян. Мынандай көз тұрады, қасынан өтіп кеттім. Где-то 5 метрде өтіп кеттім. Артымнан пытыр етіп қашқан ғой. Айналдым сразу. Где-то бір 15-20 метрге жақындап қалды ойдым. Тарс еткізбедім. Не қылмаймын. Қысқа емес па дегенім ғана? Жоқ. Неге, шөпке ма? Баяғы менің бірінші алғаным қадауы охота қосын, Бостанғұмға. Ой, неге тұрып қалды ғой? Ұзаққа кетіп қалды ма екен? Қараш, із қараш ма жолдан? Бұлай өткен жоқ па? Бұлай қарай қашуы мүмкін өзі. Отвлекать етіп кәдім бір... Менікі де ана, атпай қалды бірінші. Не, бірдақын тұрып қапты өзі. Үлгермей қалдым алып. Спокойно алатын зат.
сайдың ішіне түсіп алып зытты ғой қайлай болғанда да. Жаңа ғана қояндардың ішіне мынандай шөп шығып жатыр да. Мына алдыңда жатқан шөп бар ма? Сондай шөп шығып жатыр. Жоқ, ана көк болып тұр ғой. Білмеймін, сол сондай шөп шықты ішінен. Жап-жасыл кәдімгі. Кірле ұстап алатын не бар ғой анандай специальный мылтықтар. Сетка ататын бар ғой. Ұзаққа ұша ма олар әді? Жақын жерден ба? Даланың қоянын үйге бақсан қалай болар екен? Көжектерін тауып алсаң да? Қолға үйрене қоймайды ау, я? Давай. Ана төбеге барып бір темек тартып алайық. Су ішіп. Байлы бостан қолында 2008-де 1 сағат жүк пайдасын 10 қоямен келеді. Мұнда да солай еді бұрын қиқыты да. Ана прожектормен түнде атып құртты ғой бәріне. Жігіттер айтады ғана неде ұштағанда да сондай еді дейді. Ұштағанда да жа. Бірдеңе пұтырлап. Не алдық? Енді атсын деп та. Бүкіл зат. Кекілі қарағауыр дегендеріңіздің жерде жүреді ғой. Ана неге отырмайды бастарына? Ана столына. Қояндар жатып қалды ау уже, Анында простой торғайлар сияқты ғой. Мен өзім моратория жасап қойдым өзіме. Атпайын деп. Былтыр вообще шыққан жоқ мына қоян. Осы мына көптен бері бір 5-6 жылдан бері атып атқаным. Шын айтсам, кішкене қояндарды көріп мәз болып. Шуылдап келеді, жолдың үстімен кетірін.